Саламатсызбы, Кудайбек. Qonaqlar, o'quvchilar salomatsizlarmi? Bugun bolalar, bizga qonaqlar keldi. Қазақстан әдемі сөздер. Қонақ аз отырып көпсін айтпайын. Ендеше өзіміздің жақсы жағымыздан тәрбиелік білімдерімізді көрсетеді. Жалпы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 21 ғасыр көшбасшысы. Яғни бұл сабағымыздың мақсаты сендердің ойлау қабілеттеріңді, тілдеріңді дамыту арқылы математика, қазақ тілі, әдебиет, әртүрлі пәндерге деген қызығушылықтарыңды арттыру мақсатында өтіп жатыр. Күллі адам баласын қорғалатын үш нәрсе бар: надандық, залымдық және еріншектік. Сол еріншектікте кедейлікте, арсыздықта, жүйесіздікте, ұятсыздықта шығады. Адамның адамшылдығы ғылым білімде, жақсы ұстаздан, жақсы ата-анадан, жақсы құрбыдан болады. Адамның адамшылдығы істі қалай бастағанда біткен демесе, ендеше бүгінгі бастағалы отырған сабағымызға сәттілік келе отырып, сабағымызды бастаймыз. Ендеше мен сабақтың кезеңдерін таныстырып өтейін. Бірінші сабағымыздың кезеңдері ақындар жайлы мәлімет. Яғни Баев, Абай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсын туралы өз ойларыңды ортаға саласыңдар. Және екінші кезең топтық сұрақ. Яғни бірінші топ қорғап жатқанда, екінші, үшінші топ сол топқа сұрақ қояды. Барлығы бағаланады. Үшінші, 21 ғасыр көшбасшысы. Яғни бұл жердегі сұрақтың барлығы осы бастауыш сыныпта біз өтіліп жатқан әртүрлі сұрақтардан келуі мүмкін. Төртінші, Абайдың қара сөздері және мақал-мәтелдер. Яғни мақал-мәтелдерді біз таңдап береміз сіздерге, өздеріңізге сол туралы мақал-мәтелдер және қара сөздер қаншалықты білесіңдер соны айтамыз. Одан кейін сұрақ-жауап айдарын, яғни бізде отырған қонақтар қояды, осы сабағымызға байланысты қорыта келе сіздерге сұрақ қояды. Сол бойынша сіздерді бағалайтын болады. Түсінікті ғой сабағымыз. Ендеше біз топ басшыларын ортаға шақырайық алдымен сабағымызды бастамас бұрын біріншілер тобына Жасбек Нұрислам, алтындар тобына Абдулбай Айсұлтан және тапқырлар тобына Пардаулы Байниязов. Яғни құрметті қонақтар, сіздер мына жерде бізде үш ақынның суреті жазып тұрған. Енді барынша әділ өтсін деген оймен сіздер санды таңдап берсеңіздер, сол арқылы бұлар таңдайды. Келе ғой, бірінші топтың топ мүшесі келе ғой, Нұрисламға қай санды таңдасың? Сіздер айтыңыздар. Екі. Болды, енді ол кәсіппен не қыламыз, кім екеніміз? Бұл келе ғой, екінші. Бір. Абай Алтынсарин. Келе ғой. Алғаш мектепте ашқан. Абай Құнанбаев ең мықты ақын. Ал орындауға енді балалар қараңдаршы, не үшін біз ер балаларды таңдадық? Сүйер ұлы болса сүйенерге жарар ол дейді. Ер азаматтардың қай уақытта бастаған ісі міндетті түрде сәттілікке ұшады. Сол үшін сәттілік кәнекей 3 минут уақыт береміз, топпен қорғаймыз және қорғап отырып, сіздерді бағалайтын мен түсіндіріп өтемін. Міндетті түрде бағалау болады. Және бірінші, екінші, үшінші орыннан. Сосын осылардың ішіне байқап отырасыздар, үш оқушы, мысалы, тапқыр, алтын, сол үшеуінің үш мәтінге дайындап қойды. Сонда Nossa.
Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсыновтың марапаты қазақ халқының рухани көсемі, ұлт ұстазы болған үшін марапатталды. Ахмет Байтұрсыновтың 3 баласы бар. Алмат, Хазихан, Шолпан. Абай Құнанбаевтың, Ахмет Байтұрсыновтың 2 әйелі болған. Орыс әйелінің аты Бадрисова Иванқызы, және ода бала болмайды. Қазақ әйелінен 3 бала болады. Ахмет Байтұрсынов ол кішкентай балаларға арнап әліппе жазған. Алматыда туылып, Қостанай облысында қайтыс болған. Және алғаш әліппені жазған кезде ол қазақ тілінде болмаған, және ол латын тілінде болғандықтан оны балдар түсінбегендіктен оны халық жиналып атып тастайды. Ахмет Байтұрсынов 1909 жылы халыққа назарлық білдіргені үшін 1910 жылы Семей қаласында түрмеге отырылады. Ахмет Байтұрсынов 5 қыркүйекте дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынов оның түрмеде жатқан кезінде өзінің кішкентай балаларға әліппе жазғанын, өзінің түрмеге алып кеткен адамдары оны таппау үшін ол Ахмет Байтұрсынов әліппені бір әйелге айтқан. Ахмет Байтұрсынов Қостанай облысында туылып, Алматы қаласында қайтыс болған. Ахмет Байтұрсынов ол түрмеде жатқан кезде оның әйелі келіп өзіне кітаптар тастаған, өзі оқып отырсын деп. Мысалға, жалпылап айтқанда, оның үйіне сарбаздар келіп, әліппені іздей бастайды. Және ол Ахмет Байтұрсыновға әйеліне мына кітап тығып қой деп береді. Және ол сандықтың төбіне тығып қойған жеріне сарбаздар келіп, оны тауып алып әкетіп қалады. Және ол түрмеде отырған жерінен әйелі барып оған өлеңдер шығаруына мотивация берген. Ахмет Байтұрсынов ол осы қазақ халқына латынша әріптерді жазған. Сосын Оны қайтыс болғаннан кейін оны біреу қазақшаға аударды. жарайсыздар. Ол Енді ақын, жазушы. енді қосып аларларың бар екен. Ахмет Байтұрсынов. Айтылмағанда айтып қойдық, иә? Ахмет Байтұрсынов 1886 жылы Орыс қазақ училищесіне түсіп, оны 1891 жылы бітірді. Сонымен қатар 1895 жылы ОММ-ның педагогикалық кеңесінің бастауыш училищесінің оқытушысы деген атақ берілді. 1908 жылы Қарқаралық абақтысында қамалды. 1912 жылы қазақ балаларына арнап әліппе жазды. Ахмет Байтұрсыновтың Атап айтсын. Орта жүз арман, тәңгі сопы, ермен, шағырдан аманжол, аманжолдан шақшақ, шақшақтан көшейден, бейсеттен, үмбетейден, аралбайдан, таңбайдан
1944 жылы туылып, 1989 жылы дүниеден озды. Ыбырай Алтынсарин алғаш мектепті ашқан. Біз Ыбырай Алтынсарин кел балалар оқылып өлең айтып береміз. Кел балалар оқылып. Бір Аллаға сеніп, кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылып. Істің болар қайырып, бастасаңыз алып, оқымаған жүрегі қараңғыда қамалып. Кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылып. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, кірегенің алдынан кірегі-ақ табылар. Мал дәулеті барлығы, бір тұтас жоқ болар, оқымастың байлығы, күннен-күнге көп болар. Кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылып. Оқуменен табылған, сауысқанның тамағы, шоқуменен табылған. Жарайсың, тамаша. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы 20 қазанда дүниеге келген. Ыбырай Алтынсарин ақын, оған 20 ғасырдың басында осы мектепті ашқаны үшін марапат берілді. Ыбырай Алтынсарин ол 1841 жылы туылып, 1889 жылы қайтыс болған. Bir айтқан нені екіншіміз келесін айта берейік. Тағы не білеміз? Ыбырай Алтынсарин 20 қазан күні туылған. Ол мектеп тұңғыш мектепті ашқан. Тағы не білеміз? Ақын, ағартушы. Ол алғаш мектеп ашқанда ол балаларында 30 бала болды. Тағы ол қазақ тілі және орыс тілінен сабақ берген. Тағы бар ма еді? Просто енді Айзереден басқа бар ма тағы? Қошқан ойларыңызда. Тыңдаймыз. Апай мен айтты. Иә. Бұлар ең маңыздысын айтпады да. Ыбырай Алтынсариннің қанша жылы ойына мектеп ашу ойына келген. 1874 жылы Ыбырай Алтынсариннің ойына тұңғыш мектепті ашу ойына келді. Және оның құрылысы 1887 жылы басталып, 1884 жылы аяқталады. Ыбырай Алтынсарин 26 шілдеде қайтыс болған Алматы қаласында. Сосын Айсұлтанның дұрыс айтқаны дұрыс болмады. Өйткені ол 9 жасында мектепке болған. Ол мектебінде 30 бала болған. 9 жасында 30 бала болған. Ыбырай Алтынсариннің ең маңызды жері қай жылы мектеп ашқаны. Ыбырай Алтынсарин 1864 жылы өз еңбегімен, өз күшімен мектеп ашты. Және ол 3-4 жасында Ыбырай Алтынсарин әкесінен айырылып қалғандықтан атасының қолында Балғожа Жаңбыршы ұлының қолында өсті. Ол көптеген мәліметтер берді.
ескерту сөз бар. Оның өлеңдері бар. Бірінші айтып болсын. Абай Құнанбаевтың негізі 3 қызы болған. Оның Ділдә деген қызына 15 жасында үйленген. Ол кезде қанша жасында үйленсең де ешқандай заң болмаған. Ол кезде көп үйленуге шарт болған. Қанша әйел үйленсең де ояқта ешқандай тиым болмаған. Бір қатесінен Бір тыңдап алайық. Тыңдап алайық. оның 45 емес 46 жаз, күз, қыс, Абай Құнанбаев өте ақылды, зересі әжеден көп мәліметтер алған. Анасы Ұлжан да ақылды аналардың бірі болған. 1864 жылы жаз деген өлеңін шығарып, кейіннен жаз, күз, жаз тұғырым, тағы да басқаларын шығарған. Біз сол өлеңдерінің күз деген өлеңін айтып берсек. Абай Құнанбаев күз. Сұр болып түсі суық қаптайдасқан, күз болып құлпырған жерді басқан. Білмеймін мен туғаныма, жыл бойына бие қашқан тай жарысқан. Жасыл шөп шешек жоқ бұрынғыдай, жастар көрмес жүрмес бала шулай. Қай шашам екен бірде түсігеді, жапырағынан
Ayırmalarını salaydı. Жиырма бірінші ғасыр көшбасшысы, яғни бұл жерде бізде қиындастырамыз. Ал шетімізден бастаймыз. Бұл енді біз өзіміздің сабақта өтіп жүрген не болғанша білесіз айтамын. Әртүрлі сұрақ 20. Алады. Әртүрлі сұрақ 20 дейді. Ол дауысын шығар. Бес мақал мәтелдер. Аха. Ұлық түбі қорлық, оқысаң ұзасың, оқымасаң тозасың. Жеті тілі білім біл, жұрттың тілін біл. Ананың ойы балада, баланың ойы далада. Тамаша. Келесі. Математика 20. Математика 20. Бес кубы 125, 9'un kvadratı 81, 7'nin kubı 343. Дұрыс па? Ya. Тамаша. Келесі. Алады. Жылдамай айтамыз. Matematika 10. Так, математика 10 дейді. Сұрақ. 5 köbütüge, 5 bölüge cevap ver. Ал сіздер қойыңыздаршы 5 көбейту 5 бөлуді. 5 көбейту 5 көбейту қойсыздар және бөлуді керісінше қойсыздар. Мысалы 7-ді 8-ге бөлсең қанша деген сияқты. 5-ке көбейту ма? Жоқ, 5 көбейту қойсыздар. Сіз 3-ді 9 қанша деген сияқты. 5-еу қойсыздар. Көбейту кестесі. Көбейту кестесі бар. 4-ке 9. 4-ке 9 olacak. 36. 7-ге 8. 2-ге 8. 26. 9-ға 7. 63. 7-ге 8. 26. 4-ке 9. 36. Так, бөлуді өзін қойып Бөлуді. Бөлімі 28-ді 4-ке бөлсек қанша? 64-ді 8-ге бөлсекші? 72-ні 8-ге бөлсек? 81-ді 9-ға. Жарайсың. Келесі. Қазақ тілі құжат дейді. Сұрағының бірі жұмысшылар сөзінде неше буын, неше тасымал бар дейді. Жұмысшылар сөзінде. Біз бұл сұрақ не үшін қойып жатыр? Диктантта осы кездеседі. Көбінесе, я, буынға, тасымалға бөлу арқылы біз қате жіберіп жатамыз. Ал айта ғой, жұмысшылар сөзінде неше буын бар? Ал енді тасымалға. Қанша рет тасымалданады екен осы? Қалай? Жоқ, айтпаймыз. Тасымалдағыштар. Қалай тасымалданады? Жұмысшылар. Аха, сосын? Сосын? Жұмысшылар. Тамаша, келесі. Баян, жылдам таңдайықшы ба? Әртүрлі сұрақ 10. Әртүрлі сұрақ 10 дейді. Абай Құнанбаевтың қай өлеңін білесің? Сап-сап көңілім саптым. Ал айта қойшы. Сап-сап көңілім, саяламай сай таппай. Не күн туды басыма, күні түні жай таппай. Сен жайыма жүргенмен, қыз өле ме бай таппай. Жарайсың, келесі. Түні түн кезгенің мақұл ма, жан-жағыма жалтақтай. Өлемін деп жүрмесін, мұнан басқа жан таппай. Тамаша, ал. Математика 40. Математика 40 дейді, ал көрейік. Геометриялық фигураларда ба? 3 бұрыш, 4 бұрыш, шаршы, 5 бұрыш. Дұрыс па? Иә. Тамаша, отыра қойыңыз. Келесі топ келеді, жылдамдатып тұрсам. Қазақ тілі 10 дейді. Тасымал дегеніміз не? Дауысын шығарып айтып сәл Тасымай қалған сөзді буынға бөліп тасымалдаймыз. Тасымалға бөлген кезде дауысты дыбыс түспейді. Тамаша, келесі. Қазақ тілі 20. Қазақ тілі 20. Бәріміз қазақты таңдай береміз ба? Әдебиет. Әдебиет таңдайды шын. Ал, әдебиет қанша? Әдебиет 20 болсын. Абай Құнанбаевтың туған жылы қашан? Абай Құнанбаев 1845 жылы туылып, 1904 жылы қайтыс болды. Тамаша, келесі. Жылдан. Математика 50. Математика 50. Көрейік. Тіктөрткіштің периметрін қалай табамыз? Жер мен ұзындығын қосып 2-ге көбейтеміз. Аудан қалай табамыз? Жер мен ұзындығын көбейтеміз. Дұрыс па? Иә. Тамаша, келесі. Әдебиет 10. Әдебиет 10 дейді. Ыбырай Алтынсариннің туған жылы. Туған жылы 1841 жылы туылып, 1889 жылы. Дұрыс па? Бірге айтсам болады. Жоқ, не қылмаймыз. Келесі. Қазір.
5-ке бөлсек? 9, 25-ке бөлсек? 4, 35-ке бөлсек? 6. Тамаша. Келесі. Әдебиеттік оқу 50 дейді. Абай жолын кім жазды? Жоқ, Абай жолын кім жазды? Айтпайсыңдар. Балдарым келмейді бана. Абай жолын кім жазды? Келесі. Әртүрлі сұрақ береді. Балдар мұқият тыңдаймыз. Тәуелсіздігімізді қай жылы алды? Көмектесушісі мың. Айтамыз. 1991 жылы алды. 1990. Тамаша. Келесі. әртүрлі закон Әртүрлі сұрақ дейді. 8 ғаламшарды атап шық дейді. жол бар, молекулеші жол бар, жер жол бар, уран, Юпитер, Ең үлкен қайсы? Меркурий. Ең жоқ. Келесі. Әртүрлі сұрақ 30. Әртүрлі сұрақ 30 дейді. Мұқағали Мақатаевтың 3 бағыттың өлеңін білесің бе? Иә, Мұқағали Мақатаев 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берер ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Тамаша. Келесі. Әдебиеттік оқу қырық. Әдебиеттік оқу 40. Бір жылда неше ай бар? Бір жылда 12. Атай қошқа. Желтоқсан. Қаңтар, желтоқсан, қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша. Неше ай бар? Неше жыл мезгіл бар? Әр 4 жыл мезгілі неше айдан? 3 айдан. Келесі. Әдебиеттік оқу 30 дейді. Абайдың бір өлеңін айт дейді. Білеміз бе? Қай өлең білесіз? Абай Көмек бергенде бір қатарына. Ал айтар. Жыл мезгілдері туралы 4 мезгіл бар деп тұр ғой енді. 30 бар. Бастауыш дегеніміз не? Апай көмектесің. Іңкәрәтсіз сендер айтып қойды. Бастауыш дегеніміз қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөздерді бастаушыларға кім, не, тағы да басқа сұрақтар қойылады. Енді еске түсті ма? Бұның бәрі балдар не үшін қойылып жатыр? Кез келген уақытта қойса былай білеміз, бірақ кейде шарас қаласына. Сол үшін мұсымыз қайталап тұрмыз. Отыра қойыңдар, жарайсыңдар. Біздің тобымыз Абайдың қара сөздер және мақал-мәтел айтады. Мақал-мәтел айдарында мен мына жерде жазып қойдым. Ана, білім, отан туралы. Бірақ қайсы екенін білмеймін, сол үшін мына жердегі 3 топ басшы жылдамырақ деп алыңдар. Ана туралы дайындаламыз, мақал-мәтел. Және Абайдың қара сөздерін қайсысы екенін білеміз. Құттаймыз. Ана үшін тыңдаймыз. Балдар мұқият тыңдаймыз. Қанша болды? Үшеу болды. Отан үшін отқа түссе өлмейсің. Болды. Төртеу болды ма? Апай Ана туралы екен, ал? Анам, қыз анаға ғана біледі, ал бала атаға ғана. Тыңдаймыз. Келесі. Ана алдында қызмет, ата алдында құрмет. Тамаша. Келесі. Анаңа ауыр сөз айтпа, атыңа ауыр жүк айтпа. Қанша латында? 6 ауыз қанша латында? 4 латында. Келесі. Қандай білім туралы ма? Білім арзан, білім қымбат. Аха. Ғылым теңіз, білім қайық. Аха. Білімді бесіктен тесікке дейін іздер. жеті жұрттың білім біл, жеті жұрттың тілін біл, жеті тілі білім біл, жеті тілі білім. Төртеу. Оқуға қызықсаң, білім боласың. Тамаша. Келесі. Оқу енемен құдық қызғандай. Оқу еліне құдық қазаны. Сонда қанша болды? Бізде 6 болды. Марлен сен айттың ба? Жоқ, апай. Бір адам екі рет айтып қойды. Ол санаулы адам емес. Оны
екінші кім айтады? Қара сөз. Жетінші қара сөзінде Күнің бар ма жоқ? Келесі. Уақытқа бағыну. бірінші болма бірінші қара сөзінде ол өзінің кішкентай кезінде болғаны туралы айтты. Отыра берді. Келесі. Тыңдаймыз. 17-ші қара сөзінде адамдар іс қылса біз де іс қыламыз. Өйткені олар жыртық киіммен немесе біз оларды киіндіруіміз керек деп олар бас көтерген кезінде біз де іс қыламыз дейді. Тағы бөлмейміз. 38-ші қара сөзінде екінші болмау керек деп айтылған. Біз айналаға махаббатпен қарауымыз керек. Біз кәдімгідей айналаға махаббатпен қарауымыз керек. 38-ші қара сөзінде Абай өзі ашуланып кетіп осы жазған қара сөздерінің ішіндегі ең қатты айтқаны осы 38-ші қара сөзі Не туралы ода? Одан егер еріншек болып жүре берсең, бір жыртқыш хайуан несіне қосыласың деген, қатарына қосыласың деп айтылған. Еріншекті, залымды, надан айтады. 17-ші қара сөзінде білім туралы айтқан. Оқысаң осыны оқымасаң тозасың деген сияқты. Жоқ. Еңбек етсең Жоқ, бұл дінде адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Есті болып көріп ұстаса, ол дүниедегі жақсыны да, жаманды да таниды. Естімегендерге естілеп үйреткен болса, онда олар да естілердің қатарына жатады. Келесі тағы айтылады. Абай Құнанбайдың 25-ші қара сөзінде оқысаң, өзіңде оқы, бірақ басқалары өзіңде білуің керек. Орысша, өзің араб, басқа тілдерді білуің керек деген мағынада айтылады. Екеу айтылды, иә? Айтады. 18-ші қара сөзінде білім ғылымды үйренбек керек. Талапшыларда ең бірінші үйренбек керек. Оларды біліп тұрып бірінші үйреніп алу керек. Айтылды. Жарайсың. Мынау бүгінгі сабақтарына үлкен рахмет. Апайлардың осындай қолдап, қолпаштап, керемет сабақты өткіздіңдер, барлықтары белсендісіңдер. Өте жақсы, мен қуанып отырмын. Келесі жылы 5-ші сыныпқа өтесіңдер. 5-ші сыныпта бізде ертең оқу жылы аяқталмастан 25-ші соңғы қоңырауға дейін біз сендерден құдай қаласа бақылау аламыз. Сол бақылауда жақсы нәтиже көрсетіп, жоғары ұпайды жинайсыздар деп ойлаймын. Енді қазіргі бүгінгі сабақтарын кетіп тоқталып өтетін болсақ, оқушылар бірінші кезекте не екенін білеміз бе? Бірінші кезекте тәртіп. Білімнен алдын тәртіп керек. Соны оң құлақпен де сол құлақпен естиді. Тәртіп деген ол мінез. Мысалы, көркем мінез болуымыз керек біз. Көркем мінез болса, еш уақытта кем болмайсыңдар. Тәртіпсіз берілген білім адамзатқа жауап болады. Түсініп қой? Бірінші кезекте тәртібімізді үйренеміз. Бірінші кезекте бір-бірімізді құрметтеп үйренеміз. Бірінші кезекте бір-бірімізді тыңдауды, сыйлауды үйренеміз. Жарай ма? Сосын барып алған біліміміз керемет болады. Көпке пайдасы тиетін болады. Жарайды ғой? Қазіргі сұрақтарыңа жауаптарды бәрін талдап өттік. Керемет жауаптар болды. Енді сан, ұпай барлығын шешеді. Біз дер кезінде баға қойып отырдық. Барынша. Мана өзімнің айтайыншы, енді барлығымыз бір-бірімізден асып түстік. 3 топта. Білгірлер де, алтындар да, тақырлар да. Өте жақсы, барлықтарына бірдей ұпай қойдық. Қосымша сұрақтарға да керемет жауап беріп отырдық. Бұл осы бөлімде. Келесі, 21-ші ғасыр көшбасшысы деген сайыс болды. Бұл жерде басымдық білгірлер тобында болды. Өте белсенді қатысты, дұрыс жауап беріп отырды. Екінші топ алдындар мен тақырлар кішкене бәсеңдеу болды бұл сайыста. Бірақ та қосымша сұрақтар кезінде
Үшінші топ тапқырлар өте мықты жауап берді. Сондықтан қосымша сұрақтарға жауап беру бұл жерде ұпайларды төлеп жинады. Келесі мынау мақал мәтелдер және абайдың қара сөздері дегенде бірінші және екінші топтар тең ұпай алды. Жақсы қатысты. Бірақ үшінші тапқырлар тобы өте жоғары. Өте жоғары, жақсы, нақты, бір-бірінен асып түсетін жауаптарды берді. Сонымен бірінші топ 46 ұпай, екінші топ 44 ұпай, үшінші топ 50 ұпай жинап, бірінші орынды тапқырлар, екінші орынды білгірлер, үшінші орынды алдылар тобы алды. Яғни бірінші орын қайда? Үштен басталған екен. Бірақ алдылар тобы. Кім алдылады? Алдылар, қорта болсын. Міне отырған. Сен ба? Құтты болсын. Яғни? Екінші орынмен білгілер тобы. Құтты болсын. Жарайды, рахмет. Бірінші орынмен тапқырлар тобы. Қошемет қоямыз. Жиырма бірінші ғасыр көшбасшы сайысында барлық қабілетін көрсетілгені үшін ең тапқыр оқушы номинациясымен Куйбат Ұлбике. Кел, жарайсың. Құтты болсын, кел. Ақнұр марапатталады. Келе қояды. Рахмет саған. Өзінің білімділігі мен жылдамдығын көрсете білгені үшін Мұхиддин Айзере марапатталады.